Богатырь кенішінің 55 жылдығына арналған еден құралады жобасын жалғастырудамыз. Оның кезекті шығарылымы темір жол кешеніне арналады. Оның құрамында 7 учаске бар. Нөмір 1, 2, 3 жол учаскелері, нөмір 1, 2, 3 электрлендіру учаскелері және көтергіш көлік жабдықтары учаскесі. Осының бәріне Елдар Айдосұлы Сатмағамбетов басшылық етеді. Темір жол және жол шаруашылығы бойынша жоғары білімді маман, еңбек жолын басқа кәсіпорында жол жөндеуші болып бастаған. Кейін бригадир, шебер, аға шебер қызметтерін атқарған. 2014 жылы компанияға аға шебер болып қабылданғаннан кейін 2 айдан соң оған учаске бастығы қызметі ұсынылады. 4 жыл бойы учаске бастығы ретінде тәжірибе жинақтаған жас маман 2018 жылдан бері темір жол кешенін басқарып келеді. Железнодорожный комплекс назначения. Темір жол кешенінің басты міндеті темір жол көлігімен аршылған тау жыныстарын үйінділерге тасымалдау үшін темір жол жолдарын қайта төсеу. Біз аршу жұмыстарына тартылған экскаваторлардың орнын ауыстыруына байланысты жұмыс істейміз. Яғни экскаватор тұрған жерден темір жол жолдары алынып, экскаватордың жаңа орнына дейін қайта салынады. Сонымен қатар темір жол жолдарын жарамды күйде ұстауда біздің міндетіміз. Нақтырақ айтқанда, темір жол жолы мен түйіспе желісінің үздіксіз жұмыс істеуіне біздің учаскелер жауап береді. Обслуживаем и ремонтируем. Кешен құрамындағы 3 жол учаскесі темір жол жолын қайта төсеу, оны жөндеу, шпал астын нығыздау, сондай-ақ түйіспе желіні тартуға арналған бағандарды қайта орнату жұмыстарымен айналысады. Еңбек даңқы белгісінің толық иегері Нұрлан Тұрсынұлы Алиакбаров темір жол кешенінде 32 жыл бойы еңбек етіп жүрген жол жөндеуші. Кейінгі 26 жылдан астам уақыт болды бригадир болып жұмыс істеуде. Біздің жұмыс сол ауыр, шпал ауыстыру, чтоб мынау жүріп жатқан пойыздардың барлығы чтоб аварийсіз, сол үшін осы обслуживаниеде жүрміз, тексеріп. Темір жол жолдарының жөндеу жұмыстарын бүге шүгесіне дейін білетін Нұрлан мырза жол жөндеу машинасының машинисімен тек белгі берулер арқылы тілдеседі. Бір-бірінің әр қимылын бірден түсінетіндіктен жұмыста үйлесімді жүруде. Нөмір 1 жол учаскесінің бригадирі Арман Болатұлы негізінен темір жол кранымен бірге жүреді. Ол да саналы өмірінің 30 жылдан астамын осы жол жөндеуші мамандығына арнаған. Онысына еш өкінішті білдірмейді. Кранмен жұмыс істеймін, сол темір жолды бұзып, соны қайтадан орнына саламыз. Сол бір күндік неміз жұмысымыз 250 саламыз, 350 бұзамыз. Ал бір айдың ішінде 12 шақырымға шейін путті бұзып саламыз. Арман Болатұлы қалай келді, содан бері осы учаскеде жұмыс істеп келеді. Алғашқы бетте кірген кезде бірге істегендерден тек бір ғана адам қалыпты. Учаскеде ертеден істеп жатқан өзімен бірге қазір мастерім бар. 31 жыл бірге иық тірес істеп келе жатырмыз. Елубаев, Аскаров Арман Елубаевич деген. Сол екеуміз 31 жыл бірге иық тірес бір-бірге істеп келе жатырмыз. Қалғандар енді бертін келгендер жастар. Шаменовтың да еңбегі бағаланды. Шахтер даңқы белгісінің толық иегері. Одан басқа 2023 жылы Ақордада мемлекет басшысының атынан берілген ауыз шарғада қатысып келді. Электрификация занимается. Электрлендіру учаскелері түйіспе желісімен қамтамасыз етеді. Олар түйіспе желісін қайта тарту, бағандарды қайта орнату, түйіспе желімен тарту фидеріне қызмет көрсету жұмыстарымен айналысады. Питает эти пути, контактные сети. Кей жағдайда экскаватор орнын ауыстырған кезде темір жол жолдары қайта төселмесе де түйіспе желі сымдары тартылады. Сондықтан электр монтерлары жылына шамамен 180 шақырым сымды қажетті орындарға жеткізеді. Темір жол кешеніндегі барлық көліктерге көтергіш көлік жабдықтары учаскесі қызмет көрсетеді. Оның құрамына темір жол крандары, түйіспе желінен тартуға арналған дизельді автоматриса, темір жолды түзету жұмыстарына арналған көтергіш түзеткіш машиналар, қуатты қайырмалы соқа, әмбебап жол машиналары кіреді. Темір жол кешенінде барлығы 263 адам еңбек етеді. Ұжым көп ұлтты: қазақтар, орыстар, татарлар, әзербайжандықтар, украиндықтар, өзбектер иық тірестіріп бірлікте жұмыс істеуде. Дефицит кадров по железнодорожному комплексу — это в первую очередь монтеры пути.
Теміржол кешенінде ең бірінші жол жөндеушілер мамандықтарына сұраныс жоғары. Өйткені ауыр жұмыстағылар 55 жаста зейнеткерлікке шығуға болады деген заң қабылданғаннан кейін бізде бір жылдың ішінде 30-ға тарта жол жөндеуші жасына байланысты жұмыстан шықты. Жұмыс өте ауыр, қыс болсын, жаз болсын далада жұмыс істеу керек. Жастар бұл мамандыққа келе қоймайды қазір. Бір-екі дәнекерлеушілер, слесарьлар да керек. Бірақ жол жөндеушілерсіз темір жолда жұмыс өнбейді. Жұмыстан шыққан адамдар тәжірибелі жол жөндеушілер, жол шеберлері еді. Қазір бізге солардың кәсібилігі жетіспеуде. Бірақ ешкімге қол жайып отырған жоқпыз. Ізденудеміз, жастармен кездесудеміз, колледждерге тұрақты түрде барып тұрамыз. Готовы открыть эту профессию, но набора нет. Қауіпсіздік басты назарда. Әрбір жұмысшы ауысым алдында міндетті түрде медициналық тексеруден өтеді. Сонымен қатар әрбір қызметкердің жеке қорғаныш құралдары толық болуы қатаң қадағаланады. Спецодежда, очки, каски, это все перед сменой, чтобы, где-то, чтобы повреждения. Арнайы киімдер, көзілдіріктер мен дулығыларды аға жол шеберлері, участке басшылары және инженерлік техникалық қызметкерлер тексереді. Жарамсыз заттар дереу ауыстырылады. Барлық жұмыстарға технологиялық регламенттер әзірленген және олардың сақталуын қатаң қадағалаймыз. Жұмыс орындарына барып, тәуекелдерді болдырма бойынша әңгімелесулер өткіземіз. Жаңадан қабылданған қызметкерлер және жастарға қауіпсіздік ережелерін мұқият түсіндіреміз. Өйткені оқу курстық комбинатында алынған теориялық білімді іс жүзінде қауіпті жағдайларды өз көздерімен көргеннен кейін түсіндірген әлдеқайда нәтижелі болады. На производстве, не только там где-то учебном комбинате, а уже непосредственно уже на рабочих местах. Жастарды жұмысқа тарту және оларды қызықтыру әрбір жұмыс берушінің басты міндеті. Өз кәсіпорнымыздың болашағынан үміт күтіретін жастар үшін жас талап, талпыныс және өрлеу, кәсіби біліктілерін көтеру бағдарламалары бар екенін белгілі. Бұл бағдарламалар теміржолшылар арасында да қолданылады. Жас талап бағдарламасы арқылы оқып шыққандар зейнетке шыққан шеберлердің орнын басуда. Елдар Айдосұлы олар тәжірибе жинақтағаннан кейін ысылған маман болып шығатынына сенімді. Әр құрылымдық бөлімшеде тәжірибесімен, әр іскерлігімен көзге түсіп жүрген қызметкерлер бар. Теміржол кешені бастығы мен оларды жекелей атағым келмейді. Мен өзімнің әрбір қызметкеріммен, әрбір бригадирімен мақтанамын деп қысқа қайырды. Еңбек жетістіктерінен басқа теміржолшылар спорттық жетістіктермен де ерекше мақтана алады. Теміржол кран машинисі Тахир Ильясов қол күресінен халықаралық деңгейде өнер көрсетіп, жеңіспен оралып жүр. Волейболшылар мен баскетболшылар компанияшылық жарыстарға тұрақты қатысып, әрдайым жүлделі орындардан көрінеді. Ерекше ықыласпен арқан тартушыларды айтуға болады. Олар әр жарыста тек бірінші орын алып, бұл көрсеткіштерін соңғы жарыста тағы да дәлелдеді. Теміржол кешенінің жұмысында жоғары кәсібилік, ұжымдық ынтымақтастық пен үздік нәтижелерге ұмтылу басты орын алады. Спорттық жетістіктері мен еңбекке деген жауапкершілік кешеннің дамуы мен табысты жұмыс істеуінің айқын дәлелі.